екінші суретте А, В, С, Д, Е, Ф дұрыс алты бұрыштың алты бұрыш берілген. Яғни сол жерде мынандай векторлардың арасындағы бұрышты табыңдар дейді. Бірінші бізде А, В және В, С векторын табыңыз дейді. Отырғаным мұнда А, В, С де отырғаным мынау. Енді бізде скаляр көбейтінді қандай болу керек? Мысалы, А вектор мен В векторы бағыты яғни бағыты екі жаққа кету керек қой, соның арасында бұрыш табуымыз керек тұғым. Енді бізде қараймыз, мына жерде бағыты бағыттас болып қалды. Бағыты бағыттас болып қалды. Ол кезде біз мынау В, С-ға тең векторды салсақ болады. Яғни мынау тең қабырғалы үшбұрыш болған екен, диагонал жүргіземіз. FS-ге А, Д-ға қарай диагонал жүргіземін мен. Мына жерін О нүктесі деп қоямын. В, С векторы АО векторына тең болады. Мұнда жазайын. В, С векторы АО векторына тең болады бізде. Сонда мына арасындағы бұрыш, яғни бізде қараңдар, Е, В арқылы да мен мынандай диагонал жүргізетін болсам, мына жерде бір дұрыс алты бұрыштан алты үш бұрыш пайда болады. Біз үш бұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус екен. Енді тең қабырғалы үш бұрыш болған екен, үшке бөлсең 60 градус екен белгілі бізде. Демек, АВ көбейтілген В-ны АО мен алмастырсақ, арасындағы бұрыш бізде 60 градусқа тең. Екінші. Бұрыш АВ С-ді векторын табуым керек. Мына жер, мына. С-ді деп отырғаным, мына С-дан Д-ға. Енді қарап отырсақ, мына бағыттары бізде бірдей болып тұр. Бағыттас болып тұр. С-ді векторына тең вектор бізде АФ вектор деп ала аламыз. Мына векторға тең векторды АФ деп ала аламыз. Сол кезде бізде арасындағы бұрыш мынау болды. Яғни 60, мына жерде 60 градус бар. Екеуі бізде былай жазсам болады. АВ векторы АФ вектор тең вектормен алмастырамыз. Сонда 120 градус болады. Бұрышы 120 болады. Үшіншісі, бізде АВ ЕФ векторы. Арасында бұрышын табуымыз керек. АВ векторы мынау. ЕФ векторы, ЕФ мынау. Бағытына қараймыз. Бір-бірін бағыттас болып тұр. Демек, мен бұл жерде АВ векторын оған тең вектор ЕД вектор деп ала аламын. Еді сонда мен АВ векторын ЕД мен алмастырам. Және ЕФ векторы. Арасындағы бұрыш 60-60 120 градус. Төртіншісі АС векторы, ВЕ векторы. АС вектор деп отырғаным мынау. ВЕ деп отырғаным ВЕ вектор мынау. Яғни бізде F-ға қарай диагонал жүргізек. Бізде барлық қабырғалар тең болған екен. Мынау былайынша ромба, иә? Ромбының қараймыз, мына аумақты қарайықшы. Мынау бізде екі тең қабырғалы үшбұрыш болса, мынау тең қабырғалы үшбұрыш, мынау тең қабырғалы үшбұрыш, сонда ромбы берілген.
бізде ромбылардың диагоналдардың қиылысуы тік бұрыш жасап қиылысады. Сол себептен бұл 90 градусқа тең деп жазамыз. Қабырғалар бірге тең. Біріншісі бізде АВ, АС-ның векторларын көбейтіндісін табамыз. Бізде АВ мына жерге сызбайын. АВ вектор деп отырған мынау, АС деп отырғаным мынау. Өзі бізде дайын тұр, яғни бір нүктеден мына шарт орындалу. Бізде векторлары ең жақ кету керек, арасындағы бұрыш именно осы шарт орындалу керек. Онда орнына қоя салам. Ұзындықтарын көбейтіндісін АС косинус, яғни бізде тең қабырға үшбұрыш болған екен, барлық қабырғасы бізде 60 градусқа тең. Сонда 1 көбейту 1 көбейту 60 градус деген 2-ден 1-ге тең, бізде тең 2-ден 1-ге тең болады. Екінші есеп. АС векторы, ВС векторы. АС вектор деп отырғаным мына вектор, ВС деп отырғаным менің мына вектор. Яғни бізде қараймыз, мына екі вектордың ұштасып тұр. Бізде бұндай болуға болмайды. Яғни қарама-қарсы болу керек. Онда мен осы ВС-ға параллель болатын қабырға салам. ВС-ға параллель болатын векторды салам. Мына В, мына жер К дейік мысалы. Міне сол кезде мына шарт орындалып тұр. Мына арасындағы бұрышын таба саламыз. 60 градус. Мына жағдайда онда бүйтіп алмастырамыз. Яғни бұл жерде ВС деп отырғаным АК-ға тең. Демек, АС векторы көбейтілген АК вектор болады сонда. 1 көбейту 1 косинус жаңа бізде 60 градусқа тең. Косинус 60 градусқа тең, сонда 1 көбейту 1 2-ден 1 тең 2-ден 1 болады. Үшінші. АВ векторы СТ векторына. Мына АВ вектор мынау, СД вектор деп отырған, СД вектор деген біз мына жерде де жаңа биіктігі СД вектор. Яғни екі вектор бір-біріне перпендикуляр қиылысып тұрса, бұл вектордың скаляр көбейтіндісі 0-ге тең. 90 градуста бізде косинус 0-ге тең. Сонда 0-ге тең болып кетеді. Төртінші. ВС көбейту СД вектор. АВС тең қабырға үшбұрыштың қабырғалы 2-ге тең және А1, В1, С1, Д1 медианалы жүргізілген. АВ және АА1. АВ деп отырған мына жер, АА1 деп отырған мына жер. Енді бізде тең қабырғалы үшбұрыштың ішкі бұрыштардың қосындысы 180 болса, 183-ге әр қабырғасы 60-тан тең дедік. Сонда тең қабырғаның биіктігі де медианасы да жерде биссектрисасы да мына қабырғаны 2-ге теңде 2-ге бөлген кезде 60-тың жартысы 30 градус болады. Сонда біз жазамыз. Қабырғалары 2-ге тең екен. Жалпы мына қабырға 2-ге тең. Сонда бұл қабырғаны табу үшін мен есептейді екем. Так, мына жерде СА 1-ге тең, ДВ 1-ге тең екен, қоссаң 2-ге тең. Мына жер 2-ге тең, сонда мен АА1 табам. АА1-ді табуым үшін 2-ның квадратынан азайтамын, 1-дің квадратын болады. Сонда 4-тен азайтамын. 1-ді түбір астында 3 деген сан. Сонда мына жерде жазайын. АВ векторы көбейту АА1 векторы
арасындағы бұрыш косинус 30 градус. Сонда А1 деп отырғаным 2-ге тең, А1 деп отырған түбірасты 3-ге тең, косинус 30 градуста түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең. Сонда мен 2-мен қысқарып кетсе, түбірасты 3-ке түбірасты 3-ті көбейтсең 3-тің өзі болады екен. Екінші. А1, В1 векторларының скаляр көбейтіндісін табыңдар дейді. Так, бізде А1 деп отырған мынау, В1 деп отырған мынау. В-дан В1-ге қарай. Арасындағы бұрыш мынау болып тұр. Онда содан бізде 2 А1-ге тең болдық. Көбейтілген ұзындық. В1 де сондай 2 шығады. Демек 2 В-ға тең. 2 шығады деген сөз. Арасындағы бұрыш бізде косинус 120 градусқа тең болады. 2 А1-дің өзі түбірасты 3-ге тең болса, мынаның жартысы, демек 2-ден түбірасты 3-тің жартысы бөлесің 2-ге. Түбірасты 3-ті бөлесің 2-ге көбейтем. 2 түбірасты 3-ті бөлесің 2-ге көбейтем. Косинус 120 градуста минус 2-ден 1-ге тең. Мына 2 мен 2 қысқарып кетеді. Бізде түбірасты 3-ке түбірасты көбейтсең